Жұлдыз, 10 жылдан аса сен ата-енемен бірге тұрдың. Менің сұрағым, Гүлзира ханым саған қандай тәрбие берді? Жалпы атамда енем де маған тәрбие берген. Қарап тұрсаңыздар, мен қазір бұйырса бір айдан кейін 38-ге толам. Мен бұл әулетке енемнің жасы 38-інде келген. Мен қазіргі 38-інде. Сосын сұрақ қоямын өзіме. Сен дайынсың ба? Жалпы ене болуға. Сол кезеңмен, қазір сол кісінің 38 жасымен, қазір өзім салыстырған кезде, мен дайын емеспін. Ойлай беріңіздер, жас кезінде ене атанды. Біз бірге, қалай айтсам, біз бірге, ол ене болып, мен келін болып деген сияқты бір-бірімізді жаңа қолдап отырдық. Бір қасиеті қатты бойыма өтті десем артық айтпаймын. Неге десеңіз, ол кісіні ене болып, өйт, сөйт, бүйт, ананы бүйтпе, ананы сөйтпе деп отырып алып, нұқып отырған жоқ. Керісінше, енді жас қой, өзі істеп, ілесіп жүретін. Өзінің іс-әрекетімен көрсетті маған. Бұлай жасау керек деген нәрсені, бүйтпе, сөйтпе емес, осылай жасау керек. Осылай деп, өзі жасап жүре, айтып жүрді. Меніңше солай келінге сіңеді, солай өтеді. Өтімдірек. Нежели чем сидеть, приказ беріп отырғанша, я. С любовью, да, на это делала? Қонақ шақырғанда. Қонақ бізде мүлдем үзілмейтін. Күнде? Күнде. Жазда бізге ауылдан туған туыстар келетін, үйде жататын. Жалпы негізі ата-енемнен алған тәрбием, ол кісілердің бергені шын көңілдермен, шын ниеттермен, осы екеу адам болып кетсін деген сияқты. Енді өмірге баулды. Бір нәрсе айта кеткім келеді осы тұста. Маған балық емес, қармақ берді ол кісілер. Мен енді ол кезде бәлкім түсінбеу мүмкін. Ал қазір ойлана отырып, мен осы шешімге келдім. Неге десеңіздер, кез келген ситуациядан неге мен шығып кетемін? Өйткені сол кісілер маған мүмкіндік берді. Қармақ берген кезінде балықты өзің аулап жей аласың. Және ол балықты ұстап қалу да сенің қолыңнан келе ме, келмей ме? Сода да мәселе. Сондықтан мен өкінбеймін, сол кезеңде келгенім үшін, сол кезеңде тәрбие алғаным үшін ешқандай өкінбеймін. Керісінше рахмет айтамын, өте қатты ризамын. Дәл қазір деп отырып, ата-енеме алғысымды айтқым келеді. Қазіргі таңда оның маған пайдасы өте үлкен.